Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ақуыздан жасалған рулет, яғни меренговый рулет дайындаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Енді бізге жұмыртқаның ақуызын бөліп аламыз. Біздің ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Араластырып, қантты салып, жайлап араластырамыз. Ақуызымыз қоюланған кезде лимон қышқылын біраз салып тағы да араластырамыз. Содан кейін бір үлкен ас қасық жүгері крахмалын, кукурузный крахмал салып шығамыз. Тағы да араластырамыз. Біздің меренгамыз осындай түрде болу керек, ақпауы қажет. Уызымызды пергамент қағазына жайып шығамыз. Барлығын біркелкі жайып, қызып тұрған пешке 160 градуста 25-30 минут пісіреміз. Енді кремін дайындаймыз. Бізге салқын клейге қажет. Клейге қант немесе қант ұнтағын салып араластырамыз. Содан кейін творожный сыр салып араластырамыз. Креміміз осындай масса түрде болу қажет. Енді меренгамыз суығаннан кейін аударып пергамент қағазын аламыз. Меренговый рулет әсемдеу үшін 1-2 қасық кондитерлік мешокқа салып алдым, осындай насадкамен. Енді қалған кремін ақуызға жағып шығамыз. Бұның салмасына әртүрлі жеміс-жидектер салсаңыздар болады. Рулеттің жасалу жолы өте оңай және әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеода көрсетілгендей осылай рулетімізді орап шығамыз. Видео ұнаса, комментарий қалдырып, тіркеліп лайк басыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.